Қазақ үшін ең қауіпті нәрсе ұрушылдық. Мысалы үшін, осы ұрушылдықтан, осы санадан арылу керек, жершілдіктен арылу керек. Мысалы үшін, 30 жыл билеген Нұрсұлтан Назарбаевтың сол кездегі арандатуы, сонымен шыққан жастар, маған көңіл ауған адамдардың бәрі қайтыс болып кетеді. Жолы болмай жүр. Апа, біз көрмегенді көрдік деп сөйтіп жатқан кезде анасы жұбатып айтады: ай балам, желтоқсан оқиғасында жаңағы кім қонаевтардың рөлін төмендету үшін жасап отырған үлкен саясат, ұлтшыл болмаған адамдан жиіркен, ұлтшыл болмаған адамнан қашуымыз керек біз қазіргі заманда. Ол үшін әділет болу керек, әділетті болу керек. Сол әділет салтанат құрған кезде ғана біз барлық мәселеміз сонда шешіледі ғой деймін. 9 роман жаздым, соның біреуін үкімет әлі шығарған жоқ. Біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Ой, мен мына қазір Алматыда Жұлдыз деген журналдың бас редакторымын. Сонда жұмыс жасап жатырмын. Жұлдыз деген журналдың шыға бастағанына биыл 101 жыл болды. Оны мына жаңағы Мағжан мен Мұхтар Әуезов шығарған Таң жана Шолпан деген журналдардың мұрагері, кейін Сәкен Сейфуллин, Ғабит Мүсіреп, тағы да басқа біздің ұлы тұлғаларымыз редактор болған. Сол журнал біздің қазақ халқымен бірге жасап, біте қайнасып, руханиятында үлкен қызмет атқарып келеді. Мына соңғы баяғы кездерде Совет үкіметі тұсындағы жалғыз әдеби журнал болатын, ол кездегі тиражы 300 мыңға дейін жеткен болатын. Бүкіл халық іздеп жүріп, қойшылар қонышына тығып жүріп, басына жастанып оқитын үлкен керемет журнал болатын. Сол журнал мына қазір жалғасып шығып келе жатыр. Міне сол журналды мен басқарып отырмын қазіргі сәтте. Яғни мына желтоқсан көтерілісі туралы шығарма жаздым. Оны қалың жұртшылық біршама дұрыс жылы қабылдаған сияқты. Оның ай қараңғысы деп атын қойған себебім, қазақта таң қараңғысы деген сөз бар. Басқа да сөз бар. Мысалы үшін жаңағы қазақта айтады ғой, сол шығарманы оқыған адам өзі біледі. Ана жаңағы Әзиз Сұлтан таяқ жеп подъезде жатқан кезде жаңағы өзі сандырақтап жатып, анасы көз алдына келеді. Сонда айтады: біз қор болдық қой, апа, біз көрмегенді көрдік деп сөйтіп жатқан кезде анасы жұбатып айтады: ай балам, мына айдың, мына аспандағы жарық айдың да жартысы қара, жартысы ақ. Бұл да біздің басымызда тұрған бір нәубет шығар, бұл да кетер дейді. Мысалы, сонда айдың қараңғысы деген сөз бар. Мысалы, сол біздің халқымыздың сол замандағы бір басындағы қара бұлт үйірілген қараңғы сәті деген сөз. Бұл бірақ кетеді ғой, алда болашақ бар ғой деген үмітті меңзейтін сөз ой деп ойлаймын. Сондықтан да бұны ай қараңғысы деп қойдым. Яғни біздің өмірімізде қазақ халқының тарихындағы бір қараңғы, қайғылы сәт, бірақ біздің басымызда мәңгі тұрмайды, үлкен жарқын болашақ бар деген сөз. Ал енді мен қазақ фильмде 16 жыл бойы дубляж деген бөлім болды, соның бас редактор болып жұмыс істедім. Көптеген фильмдерге жаңағы редактор болдым, аударма жасадым. Енді бұны мен өзім киноға өз дайын сұранып тұрған ақ нәрсе, өйткені мен кинода істегеннен кейін қыр-сырын білем. Сондықтан да негізінде көз алдыма елестетіп жазған дүние. Бұны түсірем деген адамға камераны алып ақ осы шетінен пәленбай жүздеген серия жасауға болады. Бірақ мен өзім ондай ұсыныс жасаған жоқпын. Бірақ бірнеше адамдар қолқа салып осын жасасақ деген ұсыныспен шықты. Тіпті ана Әбенов Қалдыбай деген азамат, желтоқсанның өзі жіктеп жүрген азамат еді, қайтыс болып кетті. Сол кино түсірсем деп армандап жүрген болатын, бірақ оның мүмкіндігі болмады. Одан кейін кино неге сахнаға қойсақ деген адамдар да болды. Мысалы үшін Алтынбек Кенжеков деген қазақтың мықты керемет актері,
сол өзі мына инсценировка жасап сахналаймын деп жүрген кезде ол кезде қайтыс болып кетті. Айтып білмеймін, маған көңіл ауған адамдардың бәрі қайтыс болып кетеді. Жолы болмай жүр. Жалпы өзі желтоқсанның өзі біздің қазақтың руханиятында бір жолы болмай жүрген тақырып қой. Бұл қазақтың өзінің көңілі деп ойлаймын бір жағынан. Әрине, бұл әрине саясат. Өзінің тарихындағы керемет уақиғаның бетіне көлеңке түсіріп, айтқысы келмеу, оның мән маңызын төмендетіп, төменге қарай жаншу дегеннің оның өзі үлкен саясатпен мемлекеттік тұрғыдағы қолында үлкен билігі бар адамдардың істеп отырған әрекеті. Мысалы үшін мен ашық айтам, бұл желтоқсан уақиғасының жаңағы арандатушысы, алғашқы қозғаушысы болған сол кездегі қазір біз 30 жыл билеген Нұрсұлтан Назарбаевтың сол кездегі арандату, сонымен шыққан жастар ары қарай нені алып кетті, жаңағы үлкен ары қарай қозғалысқа айналып кетті. Сондықтан да бұл жаңағы өзінің құйтырқы әрекетін жасыру үшін және желтоқсан уақиғасында жаңағы қонаевтардың рөлін төмендету үшін жасап отырған үлкен саясат. Одан кейінгі кәдімгі тергеу комиссиясының өзіне де өтірік нелер жасады ғой, жаңағы теріс пікірлер туғыздырды. Соның бәрі де бұл үлкен саясаттың көлеңкесі деп ойлаймын. Әлде желтоқсан қозғалысы көтерілісі өз дәрежесіндегі бағасын алған жоқ. Ол енді алдағы уақыттың кәдімгі енді міндеті ғой деп ойлаймын. Бұл енді Совет үкіметтен қалған коммунистік идеологиядан қалған сарқыншақ бір індет. Әйтпесе ұлтшыл деген қандай, ұлтын сүйген адамның несі жаман? Бұл шын мәндегі мақтанатын нәрсе. Әрқайсымыз ұлтшыл болуға тиістіміз. Өз ұлтымызды, өз ата-анамызды сүйген адам оның несі айып. Бұл мақтанышты нәрсе. Жүрегімізді бір қуанышқа, масатқа бөлейтін үлкен ұғым. Ұлтшыл болмаған адамдан жиіркен, ұлтшыл болмаған адамнан қашуымыз керек біз қазіргі заманда. Әрине, ұлтшыл болғанда біз басқа ұлтты жек көру мағынасында емес, өз ұлтымызды сүйіп, өз ұлтымызды дәріптеп, өз ұлтымыздың өткенін дәріптеп, жанашырлықпен кемшілігін айтып, сол үшін шырылдау бұл деген сөз. Сондықтан да ұлтшыл болудан ешқандай сырт айналудың ешқандай қажеті жоқ. Қайтшы ұлтшыл болуға мақтануымыз керек. Бұл қазір ұлтшылдық деген сөзден тайсақтап ұлт жанды, ана мынау деп жүру, оның бәрі дұрыс емес. Ұлтшыл онда тұрғанына бар. Намысшыл деген сөздің несі жаман? Сол сияқталанды. Қазақ үшін ең қауіпті нәрсе ұрушылдық. Мысалы үшін осы ұрушылдықтан, осы санадан арылу керек, жершіліктен арылу керек. Мысалы үшін бұл ең пасық, ұлтты құртатын, еңсесін көтертпейтін етек басты ең сорлылық деп айтуға болады. Ұлттық мүддеден гөрі ұрулық мүддені, әркім өзінің ата бабасын, жалған шежірені насихаттауға бір бой ұру деген бір жаман тенденция бар. Бұдан адам есті ұрпақ бой тартуы керек. Мәселен, біз өзі кішкентай аттың кекілінде ғана қалыппыз, сондықтан да біз жұмылықтай түйіліп бір халық болуымыз керек. Мысалы үшін біз жаңағындай ата бабаны, шежірені көп мән бере берген. Әрине жетасасын білсін, ал бірақ ол бір үлкен негізгі ұлтты сүюдің бұл енді біз сияқты халыққа жараспайтын емес, бұл біз үшін өте бір трагедиялық жаман құбылыс. Сондықтан да бұндай жершілдіктен, ұрушылдықтан арылу керек. Мысалы үшін ең бірінші жақсы адам болуға тырысу керек қой. Жақсы адам болсаң, адал адам болсаң, сенің ешқандай ұлттың да, ұрудың да жаттығы жоқ. Және біз ұлт болып тұрмыз ба, сондықтан қазақ халқына біз қазақпыз деген ұғым бойымызда сол мақтаныш болу керек. Қазақ болу. Ең бірінші адам болуға ұмтылу керек. Содан кейін барып қазақ болуға ұмтылу.
кезек күттірмей шешілуге тиісті мәселе біздің мемлекеттік тұрғыда қоғамды демократияландыру керек. Қоғам демократиялану керек. Әлемдік стандартқа сай болу керек. Әділет болу керек. Президентіміз әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан жасаймын деп жатыр, орнатамыз деп жатыр. Ол үшін әділет болу керек, әділетті болу керек. Сол әділет салтанат құрған кезде ғана біз барлық мәселеміз сонда шешіледі ғой деймін. Ол әділет мынау мемлекеттің басшысынан бастап, үйдегі осы отырған сіз екеумізден басталуға дейін жалғасу керек. Әркім өзі әділетті болса, әділ болса, иманды болса, одан артық ештеңе керек жоқ. Енді ол қазақ айтады ғой, ай кірсіз, Алла ғана мінсіз дейді ғой. Сондықтан да біздің әрқайсымыз мініміз өте көп. Абайдың өзі айтады ғой, менің мінім таутасынан да көп деген сияқты. Абай сөйтіп айтқанда біздің мініміз қаншалық екенін несі бар. Шамамыз келгенше біреуге қиянат жасамауға тырысамыз. Арымыз адал болса екен дейміз, ризығымыз адалынан бұйырса екен деп Алладан тілейміз. Сол тілектің үстіндегі жүрген көптің бірімін. Әрине қателігім көп. Енді біреуге біліп тұрып қиянат жасай алмаймын енді шынын айтқанда. Білмей кетіп қалу бұл әбден мүмкін нәрсе. Мен білмеймін, саналы кезімнен бастап осы Совет үкіметі кезінде де осы күнге дейін де ұлт деп жүрміз. Бірақ ұлт деген мәселені мен жаңа ұлтшылдықтың жаңағындай бір теріс мағынасындағы емес, адамгершілік тұрғысындағы бір менің қазақты жақсы көруім, басқалары жек көруіммен нетпеу керек, ұласпау керек. Мен сондықтан да мен әрқашан мен ұлтқа сын көзіммен қараймын. Өзім балам сияқты, өзім сияқты мен көремін мысалы. Өзім қандай жақсы болуға тырыссам, менің ұлтым да солай болса екен деймін. Сондықтан да мен ұлтым жаңағындай жан жақты дамыған, кемелденген басқалардан мен кез келген уақытта мысалы үшін жаңағы көшеде болсын, қай жерде болсын, бір қазақ бірден істеп басқалардың алдында елді ұялтатындай бір әрекет жасап тұрса, мен намыстанамын. Менің ұлтым, менің халқым осындай болып тұр ма, мынау не дегенде деп. Мен оны мысалы үшін жаңағындай. Сондықтан да менің қазақ ұлтым деген менің өзім. Менің бүкіл жан дүнием, арым, жданым. Сондықтан да мен жаңағындай менің жамандығым ұлтымның жамандығы сияқты болып көрінеді. Сондықтан да мен жаман болмауға тырысамын. Бірақ ол қолымнан қаншалық келіп жатыр, оны білмеймін. 30 жыл менің итке тастаған сүйек сияқты, мен шынын айтқанда. Еңсемді көтере алмадым, ойымдағыны істей алмадым. Мысалы үшін жаңағындай ішімнен булығып жаздым соған. Сондағы міне 9 роман жаздым. Соның біреуін үкімет әлі шығарған жоқ. Ал енді әрине менің жеке басымдағы бұл мәселе, ал бүкіл біздің халықтың, ұрпақтың 30 жыл өмірі ұрланды ғой. Босқа кетті ғой, мысалы үшін жаңағындай. Алданумен, өтірікпен өмір сүрдік. Біз тек азғындықтан басқа ештеңе үйренген жоқпыз. 30 жыл бойы өтірік айтудан басқа, ұрлық жасаудан басқа. Осы бала шағамыздың өзі айналасына дейін бәрі ұрлық қылғаны жақсы көреді, мысалы. Өйткені ұрлық мораль дәрежесіне көтерілді. Ұрлық деген ұят емес қазір, иә? Сол дәрежеге жеттік қой. Одан артық не азғындық керек? Біздің азып, тоздық, 30 жыл аздық, тоздық. Енді бұның зардабы қаншаға дейін кететінін білмеймін. Мысалы үшін жаңағыдай біздің рухани, жаңағы біздің қарнымыздың ашқандығы, үстіміздің жүдеу болғандығы, ол қайғы емес. Біздің жүрегіміз, санамыз ластанды ғой. 30 жыл бойы. 30 жыл бойы ластандық. Енді осы кірден біз қалай арыларамыз? Былғаныштан қалай арыларамыз? Арылу өте қиын. Өйткені біз сананың бәрі бөлек болып кетті. Ақшасы жоқ адам, ол адам емес болып кетті, мысалы үшін. Көрдің бе? Ол арлы адам, ол адам бағаланбайды ол. Адамның ұятын бағалау, адалдығын бағалау, кісілігін бағалау, имандылығын бағалау деген жоқ бізде. Ол киімі қандай, машинасы қандай, ол бай ма, оның коттеджі бар ма, особнякта тұра ма, ол қандай қызмет істеп жүр, мысалы үшін. Соны насихаттау, мысалы үшін. Соларды ғана біз бағаладым деп біздің ұрпақ солай кәдімгі пікір қалыптасты, ұғым қалыптасты.
Бұл енді өте трагедиялық нәрсе. Мен мына Назарбаевтың заманының ең кесір осы. Оның ана миллиардтап ұрлағандығын, ол өзі сонымен қақалып өлсін, онда тұрған ештеңе жоқ. Мысалы үшін жаңағындай. Мына біз соның жасап кеткен, мына біздің жүрегімізді жаралап кеткен, жүрегімізді былғап кеткен былғанышынан қалай арыламыз? Ендігі біздің қоғамның алдындағы ең үлкен міндет, ең үлкен зардап, ең үлкен зала деген осы. Ертеңгі қазақ қандай болады дегенде, дәл осындай біз ештеңе жасамай, ештеңені өзгертпей күреспейтін болсақ, біз кәдімгі екі түрлі жол бар. Бұл бірінші жаңағы масыл, паразит, дүниеқор, дүниеден басқа ешқандай несі жоқ, материалдық байлықты ең басқы өлшемге қоятын жаңағындай бір жүрексіз ұрпақ пайда болады. Ал екінші жолы біз енді бір имандылыққа, өзіміздің жаңағы исламдық тәрбиемізге көшуіміз керек. Сонда жақсы ғылым мен исламды тоғыстырып отырған кезде исламның этикасын алсақ, моралін алып, дүниедегі ғылымның жетістіктерін, озық үлгілерімен жүрегіміз сусындаса, миымызды сонымен кемелдендірсек, біз сондай әлемдегі ең озық ұлттардың бірі боламыз ғой деген ойдамын. Сенгім келеді, солай ойлаймын, ал енді сенбеймін деп жата бергенде не істейсің мысалы үшін? Мен сондықтан да ұрпағыма шамам келгенше өзімнің үйімдегі бала шағама соны айтып отырамын. Енді ол біздің неміз. Сондықтан да менің өстіп сіздің мына объективтің алдында зарлап отырғанымның өзі де соған деген үмітім, сенімнің көрінісі ғой. Қазағым, есіңді жи, оян деген сөзді мен де айтар едім. Біз әлі оянбай келе жатырмыз ғой, әлі ұйықтап келе жатырмыз ғой. Ойланбай келе жатырмыз ғой. Мен қазағым ойлан дер едім.